Құрметті Мағжан Жұмабаев ауданының тұрғындары, бүгін біз сіздерге ауыл шаруашылығы жануарына ветеринариялық паспортты қалай алуға болатынын айтып өтеміз. Мемлекеттік қызмет ветеринариялық паспорт беру үшін жеке тұлға немесе заңды тұлғаның өкілі өздігінен қызмет көрсету аймағында өтініш жазады. Өтініш нысандарының үлгілері ақпараттық стендте және өтініш үлгілері салынған папкада орналастырылған. Ветеринариялық станция қызметкері өтініш түскен күні оны тіркейді және ветеринариялық ұйымның басшысына жібереді. Басшы жауапты маманды тағайындайды. Ветеринариялық станцияның қызметкері өтініш тіркелген сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде оның толықтығын және осы ережелердің талаптарына сәйкестігін тексереді. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірін деректер базасынан қарайды. Егер мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болмаса, ветеринариялық паспорт пен онда көрсетілген мәліметтер ветеринариялық ұйымның жауапты қызметкері арқылы электрондық түрде деректер базасында қалыптастырылады және ұйымның уәкілетті тұлғасының ЭЦқ-мен расталады. Ветеринариялық паспорт деректер базасынан басылып шығып, қызмет алушыға беріледі. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі өтініш тіркелген күннен бастап 2 жұмыс күні. Қызмет тегін көрсетіледі. Ауыл шаруашылығы жануарының иелеріне арналған 4 түлік атты мобильді қосымша әзірленген. Онда сіз ветеринариялық паспорт алу үшін өтінішті үйден шықпай-ақ бере аласыз. Назарларыңызға рахмет.